Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздерге орта жүздің биі Бәкі бидің шешендік өнерін оқып берейін. Соңына дейін тыңдап, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Бәкі Басарұлы 1807 жылы Павлодар облысының Май ауданындағы Жалтыр совхозына қарасты Кеңтүбек ауылында туып, 1861 жылы қайтыс болған. Шыққан тегі орта жүздің бәсен тиінінен. Одан Қатыс, Бәйімбет, Шүрек, Бопы, Байтөлес, Тілеке, Басар. Бәкі сол Басар биден туған. Басардың әкесі Тілеке елбасы ақылды алғыр би, батыр болған дейді. Тілеке қайтыс болғанда өз өсиеті бойынша денесі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мешітіне апарып қойылады. Тілеке батыр баласы Басарды жастайынан оқытыпты. 1789 жылы Омбыдағы Азиатская школаға оқуға жібереді. Бұл мектепті бітірген соң Бәкі ауылдағы ел билеу жұмысына араласады. Адамгершілікті, береке бірлікті, татулықты жоғары ұстап, әрдайым әділ билік айтып, Бәкі би, бәсен тиін биі аталып жүреді. Бұл кезде Қарқаралы округі құрылып 1824 жылдары. Оның аға сұлтандығына Бөкей ханның немересі Тұрсын Шыңғысұлы бекітіледі. Бірақ Айдабол руының төбе биі Шоң Едігеұлы, Бәсентиін руының төбе биі Қазанғап Сатыбалдыұлы, Қаржас руының төбе биі Шорман Күшікұлы бидің немересі бастаған бір топ билер біз хан тұқымы ақсүйектерге бағынбаймыз деп бөлініп кетеді. Содан 1926 жылы Сүйіндік, Қанжығалы, Бәсентиін, Қуандық руларының билері бас қосып, дербес дуан ашып, дуанды Баянауылдан салу, аға сұлтанды ақсүйек емес қарадан сайлау жөнінде ортақ пікірге келген. Жиналған билердің ішінен негізгі рулардың 30 би еріктеліп, Керекуге жиналып, Ақсары бас сойып ант береді. Ақсақалдардың айтуы бойынша осы жиында Бәкі Басарұлы да болған. Жұлдыз журналынан алынды. Бәсентиіннің төбе биі Бәкінің жақын ағалары Қазанғап Сатыбалдыұлы сол жылы Николай патшадан майор атағын алып, бедел дәрежесі бұрынғыдан да жоғарылаған еді. Қазанғап өне бойы өзінің талапты алғыр шешен інісі Бәкіні қасынан, жасынан тастамай ертіп жүреді екен. Себебі Бәкі орысша, қазақша жетік білетін, тілді, ділмәр, әр әділ билік айтып, кесіп сөйлейтін кісі болыпты. Әсіресе Бәкінің шешендік билік өнері Қазанғаппен бірге Омбы, Тобыл, Көкшетау, Ақмола, Аягөз, Қарқаралы, Құсмұрын дуандарын аралаған жылдары биік шыңына көтеріледі. Бәкі бидің осындай айтулы биік айтқан кейбір шешендік өнеріне тоқталайық. Баянауыл дуанының аға сұлтаны Мұса Шорманұлы бір үлкен жиында Бәкі биге қарап, осы Бәсентиіннің азаматтары жастары ұлғайғанда ғана атқа қонып ел басқарады, онысы қалай? Деп шалып сөйлейді. Мақсаты жасы ұлғайған Қазанғап пен Бәкіні қағытып, сөзден сүріндіру еді. Сонда Бәкі мүдірместен, дұрыс айтасың Мұса мырза, әттең бір ағамызды атқызып, бір ағамызды жапқызбасаң, бәлкім біз де сізге ұқсап атқа ертерек қонар едік дейді. Мұнысы Мұсаның өз туысы Тайжанды атқызып, Сейтенді Абақтыға жапқызған қылығын бетке басу еді. Әншейінде ешкімге есесін жібермейтін, шешен сөзге дес бермейтін Мұса Бәкінің бұл сөзіне жауап айта алмай отырып қалыпты. Шопай деген кедей жігіт ертістің Қаратоғайдағы бір айрығы Өзденбайдың жағасына қос тігіп, қармақ тоспамен балық аулап, үй ішін асырап жүреді екен. Бір күні қасында 8-9 жасар баласы бар Шопайға Матвеев бастаған қиықтың қазіргі Лебяжа атты қарашекпені кездесіп, сен неге бұл судан балық аулайсың? Суда, судың балығы да біздікі деп әкіреңдеп тиіседі. Атам екен қонысымыз болған соң күнкөрістің қамымен аулап едім дегеніне қарамастан Шопайды сабап арқамен бір жас терекке байлап тастапты. Тіккен қосын құлатып, таспа қармақтарын бұзып бүлдіреді. Бұл екі арада Шопайдың баласы жүгірген бойда ауыл адамдарына айтып, олар Бәкіге естіртіп үлгерсе керек. Жанында кісілері бар. Бәкең атпен шауып келсе, қайыққа мінген 6 орыс жағадан алыстап кетіп барады екен. «Хей, Матвеев! Ай қап білем, қолыңа түспей кеттің ау. Сен алтауыңды айдатпасам,
бәкәтім құрсын деп, ызадан намыстан өзегі өртене жаздап серт берген екен. Көп ұзамай әуелі дуанға, кейін корпусқа шағым жасап, істерін қаратып, әлгі алтауын жер аудартып жіберген. Ал байғұс шопайды байлаған жас ағаш кейін бойлай өсіп, Қаратоғайдың қиядан көзге шалынатын бір босағасындай үлкен терекке айналды. Козлов Николай әскери офицердің баласы, көшіп келген, жер алып тоғай суды меншіктене бастаған переселен. Тоғайдан рұқсатсыз бір тал алса, не жеріне мал тұяғы түссе, айып төлетіп, жуасты жүндей түткен деседі. Бір күні сол Козлов жиектегі 30 үйлі кедей ауылға келеді. Ішер асқа, киер киімге жарымай, жадағай жада отырған жарлы Жақыбайлардың ауылы екен. Козловтың көзі бұл ауылға көптен түсіп жүрген, соны қалайда қолға түсіріп, кіріптар қып ұстаудың амалын іздеуде еді. Бұл жолы сол сапармен арнайы сауда-саттық жасай келіп әкелген дүние бұйымдарын ауылдың бір шетінен көрсете бастайды. Ауылдағы қолы қысқаларға не қат зару екенін жақсы білетін әккі қу, күнкөріске қажет ұн, шай, май, матадан бастап жұрттың бұрын көрмеген таңсық бұйымдарын, кәмпит, айна, исмай секілді заттарды мол қып әкеліпті. Ақшалары болмаса да кедейлер алғысы кеп, бұйымдарды қайта-қайта қолдарына ұстап, әсіресе қыз-келіншектер жағы ұнатқан дүниелерін ала алмай, шарасыздықтан жыларман болып тұрғанда, жырынды Козлов кең пейілдік танытыпты. Жарайды, әр қайсың 3 сомның дүниесін алыңдар. Кейін боқырауда 3 сомның орнына нарық бойынша бір-бір бұзау бересіңдер деген сөз қатты әсер етеді. Кедейліктің шырмауынан шыға алмай, дүниеге ділгір болып отырған халық көз жұмбайлыққа салып, әр үй 3 сомның дүниесін жапа тармағай ала бастайды. Содан кірбең жүздерге қан жүгіріп, қам көңіл тіршілікте отырған ауылға жан біткендей болады. Козловқа да риза болып, Николай орыста болса кең қолдық екен деседі. Қуаныш ұзағынан болмайды. Қарашаның қара суығындай қалдыратып, ауылға бір күні Козлов келеді. Бұзауларын сұрайды. Бұзау жоқ, күнкөріс қамымен ұсталып кеткен. Жарайды, оқасы жоқ. Келер жылы тайыншалармын деп, жай барақат Козлов кетеді. Оның ойы жыл бойы асыратып, 30 бұзауды тайынша қылып, тегіннен тегін ірілетіп алу. Мерзімді уақытта Козлов келсе, тайыншалар да жоқ. Бұзау болмаған үйде тайынша болушы еді. Жарайды, келесі жылы құнан шығарғып беріңдер деп, бұл жолы көзін алайтып кетеді. Жанында қиықтың қаруланған 5-6 қазақ орысын ертіп айтқан уақытында Козлов тағы келеді. Мұндай малдың жоқ екенін көрген Козлов ойланбастан әр үйдің бір-бір сиырын жинап ала бастапты. Күн көріп отырған малдарын ала бастаған соң, ауыл адамдары 6 шақырым жердегі Қаратоғайда отырған Бәкеге хабар жібереді. Бәкі жанына 10 шақты адам ертіп жетіп келсе, сиырларды жинап болып қалған екен. Әр үйден алашақ 3 сомыңды ал, алмасаң сиырың да жоқ, 3 сомың да жоқ. Жалғыз сиырдан айырылып жұрт аштан қырыла алмайды деп, Бәкең шешім айтса, Козлов көнбейді. Көндіре алмаған соң, басқа мал таусылған қазақтар Козловтың тобын сойылдап ертіс асырып тастайды. Бұл істің арты үлкен дау болып, 3-4 жылға созылып, ақыры Бәкеңнің пайдасына шешіледі. Бірақ көп ұзамай, бұрыннан осындай істерде жеңістік бермей жүрген Бәкеге өшігіп алған саудагерлер аңдып жүріп, ақыры оны қонақта отырғанда у беріп өлтіреді. Бәкінің ат қосышысы болған руы Тілмембет Сембі ақсақалдың кейінгілерге айтып қалдырған әңгімесінен. Арғымағы орға жығылып, ақсұңқары қолдан ұшқан елде у ішкендей болады. 3 күн аза тұтып, аяулысын, арқа сүйер ардақтысын арулап, жер ананың қойнына береді. Қаралы кең төбек қан жылап, Жәмиле айтқан жоқтауға қосылады. Аңдыған дұшпан көп еді, дұшпанға қылығы дөп еді, жалғызын алмай аузына, қайран бір елім деп еді. Жарлы Жақыбайдың қорғаны болған, топырағың торқа болғыр Бәкі биде дүниеден
осылай өткен екен. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.